Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп, qfutbol.kz-те қосылып, футзалды тамашала. Армысыздар, құрметті жанкүйерлер, футзалдан Қазақстан чемпионаты плей-офф бәсекелері жалғасады. Бүгін командалар екінші кездесуін өткізеді. Біздің сіздермен бірге тамашалайтын матчымыз бұл Атырау және Ордабасы кездесуі. Алғашқы ойында Атырау жеңіске жетті, қосымша таймдар қажет болды. Жеңіске жету үшін 4-2 есебімен бірінші матчты өз пайдасына шешті. Бүгін енді Атыраудың алаңында матч өтеді. Сонымен, құрметті жанкүйерлер, ойын басталды. Доп Джонатада, қақпашыға қарай Иван Белемов. Дұрыс пас бере алмады, Габриэльге қарай. Джоната мен Габриэль қазір бір-бірімен. Ал Розенский әдеттегідей арғы қапталды. Жақсы пас, және қандай мүмкіндік болды қазір. Кай Оливейраға доп өз-өзінен келе қалды. Бірақ соққы жасауға есеп теңесіз деп ойлап қауышқан сияқты кейбір жанкүйерлер, жоқ ондай емес. Матч серияға жалғасады. Тамаша пас, және Селезнев. Селезнев тағы да керемет ойнап отыр. Тағы да сұрақ қойып отыр. Сонда қазір Ордабасы ұтса, үшінші ойын бола ма дейді. Әрине, үшінші ойын болады. Аят пен Ақтөбе әзірге гол соға алмады. Ал қазір Габриэль және Кручинин. Олег Кручинин есеп ашты. Есеп 1-0. Сөз жоқ, бұл шабылда Габриэльдің. Джоната, Кручинин. Алсан соққы, қақпаның бағанасына тиді топ. Алисон соққы жасады. Қазір қақпашымен бетпе, және соққы Белемов қайтарды. Тағы бір соққы, тағы да Белемов. Габриэльдің екі соққысында қайтарды. Шабуыл стилін өзгерте алмай жатыр. Міне ендіше Қабылбаев қақпаға жақын жерден тұрып соққы жасады. Есепті дәл осы тұста теңестіруге тиіс еді Ордабасы командасы. Қараңыздар, Фалькаоның керемет пасы. Габриэль жақсы пас, Кайтенің соққысы. Тағы бір соққы. Гол қақпадан. Қақпа голдан аман, құрметті жанкүйерлер. Қақпа голдан аман қалды. Кай Оливейра, Өмірбаев қандай шешім шығарады қазір. Фалькао. Розенский. Тамаша мүмкіндік. Тағы бір соққы. Бейсенбайұлы және Габриэль қорғанысы, Алисон бар. Қайтарды допты. Қазақстанның футзал қауымдастығы футзалдан Қазақстан чемпионатының титулдық демеушісі Олимпет компаниясына алғысын білдіреді. Ал жылдамдықты қойып беріп отырған бұл Ордабасы командасы. Қателік. Атырау командасы шабуылы, қақпада Өмірбаев. Соққы. Есеп 2-0. Атырау командасы екінші гол соқты, голдың авторы Алисон. Ойынның аяқталуына 2 минут қалғанда Атырау командасы 2-0 есебінен алға шықты. Бірінші голды Кручинин соқса, енді Алисонның мергендік танытқанына куә болды. Бұны плей-оффта да дәлелдеп отыр. Болды. Бұл Атырау командасының жеңісі деген сөз. Келесі кезеңге Атырау шығады, ал Ордабасы командасы өкінішке қарай плей-офф сериясын аяқтады. Матч серия 2 матчтан тұрды.
Атырау командасы енді жартылай финалдағы бәсекелерге дайындалады. Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп qfutbol.kz-ге қосылып, футзалды тамашала.